оқушылар, сабағымызға қош келдіңіздер. Енді бірінші балдар сабақ бастамас бұрын топқа бөлініп алайық, иә? Мына жерде бірінші топ киіз үйдің белгісі бар, екінші топ домбыра. Жаңа осыны алған оқушылар топқа бөлеміз. Бірінші топ киіз үйдің белгісін аламыз. Екінші топ домбыраны аламыз. Қане, топқа бөлінеміз. Отырамыз кәне, отырдыққа. Енді сабақты бастамас бұрын балдар, мен сендерге топқа бөлдік қоя. Бірінші топ іңкардың тобы, топ басшысы іңкар. Екінші топ Каусар, топ басшысы, я. Енді балдар, үй тапсырмасын есіңізге алайықшы балдар. Өтінде біз мәдениет деген некен өттік, я? Балалар, мәдениет дегеніміз не? Кім айтады, мәдениет дегеніміз не? Іңкар? Қазақ халқының салт дәстүрі мен әдет-ғұрпы. Әдет-ғұрпы, я? Ал рухани мәдениет дегеніміз не? Кім айтады? Каусар айтады. Қазақ халқының дүниетаным мен салт дәстүрі. Салты мен жырлары. Жырлары, я? Сонда дүниетаным мен жырлар неге жатыр? Рухани мәдениет жатыр. Айырмашылық бар ма? Бар, я? Бүгінгі сабақ балдар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 18 ғасырдағы халық ауыз әдебиеті. Осыған байланысты біздің зерттеу сұрағымыз 18 ғасырдағы ақын жыраулар шығармаларындағы тарихи оқиғалар қалай көрініс тапты. Негізгі біздің мақсатымыз 7-2-2-1 халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының тарихи дерек көзі ретіндегі құндылығын бағалау, 7-2-1-1 салт дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарының құндылықтары мен маңыздылығын анықтау деп аталады. Осы бойынша бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бірінші, бейне баян қорғаламыз. Бүгін біз уақыт қақпасын ашып, 18 ғасырдағы қазақ халқының рухани өміріне саяхат жасаймыз. Бұл дәуірде елдің тарихы, салт дәстүрі мен адамгершілік қасиеттері жыраулардың жырларында сақталған. Қазір біз сол дәуірдің рухымен жүздесеміз. Қазақ халқының ауыз әдебиеті ел жанының айнасы. Жырлар, аңыздар мен мақал мәтелдер арқылы халқымыз өз тарихын, өмір салтын және даналығын ұрпағына жеткізді. Бұл ғасырлар бойы сақталған рухани қазына. Бұл ұлы ойшыл әрі жырау Бұқар Қалқаманұлы. Ол Абылай ханның кеңесшісі болған. Бұқар жырау халықты татулыққа, ерлікке, ел бірлігіне шақырды. Оның жырлары ел басқарудағы даналықтың үлгісі. Жыраулар өз заманының шежіресін өлеңмен жазған. Олар елдің басынан өткен ауыр кезеңдер мен ерлік оқиғаларын жырға қосты. Үмбетей мен Тәтіқара жыраулар батырлардың ерлігін дәріптеді. Олар Бөгенбай, Қабанбай сияқты ел қорғаған ерлерді жырлап, халық рухын көтерді. Бұл жырлар ерліктің, отансүйгіштіктің символы. Сондықтан жыраулар поэзиясы халықтың ауызша тарихы. 18 ғасырда айтыс өнері кең дамыды. Ақындар суырып салма, өлең арқылы халықтың қуанышын да, мұңын да жеткізді. Айтыс ойдың тереңдігі мен сөздің тапқырлығын танытқан өнер. Қазақ халқының тұрмыс салт жырлары тәрбиенің бастауы. Бесік жыры, сыңсу, жар-жар, тойбастар сияқты өлеңдер халқымыздың өмір салтын көрсетті. Олар арқылы ұрпақ үлкенді құрметтеуді, инабаттылықты үйренді. Музыка мен күй өнері де ауыз әдебиетімен тығыз байланысты. Қобыз бен домбыраның үні арқылы халық өз сезімін, қуанышы мен қайғысын жеткізген. Күй жүректің тілі, халықтың жан дауысы болған. Қазақ халқы шежіре арқылы өз тегін ұрпақтан ұрпаққа жеткізген. Бұл дәстүр ұлттың тарихын, бірлігін және туыстық байланысын сақтап қалуға көмектесті. Шежіре халық жадындағы тарих кітабы. 18 ғасырдағы қазақ ауыз әдебиеті рухани байлығымыздың алтын қазығы. Жыраулар мен ақындар ел бірлігін, адамдықты, адалдықты жырлады.
Бұл мұра халқымыздың мәңгілік жүрегіні. Балалар, міне, сендер жыраулар дәуірінің рухымен таныстыңдар. Ауыз әдебиеті біздің тамырымыз, халқымыздың жаны. Ендеше оны қастерлей білейік. Балалар, енді жалпы 18 ғасырдағы халық ауыз әдебиетіне саяхат жасадық қой, иә? Осыған байланысты қазақ тілі пәнінің мұғалімі Манаспаева Салтанат апайымыздың әрмен қарай жаңа тарих пәнінің мұғалімі Сидико халық ауыз әдебиетінің таралуы деректері жөнінде тарихи сол кезде жыраулардың оқиды айтып кетті бала. Қане балалар, сабаққа белсене көңілдене қатысыңыз. Бүгінгі сабаққа көңілдіміз бе? Бәріміз тамаша көңілдіміз. Ендеше біз халық ауыз әдебиеті және жазба әдебиеті ол екіге бөлінеді. Бірінші жазба әдебиеті арқылы, екінші халық ауыз әдебиеті, яғни жазба әдебиеті ол кезде жазбаша болса, халық ауыз әдебиеті ауызға арқылы тараған. Сол кездегі халық ауыз әдебиетінің жазба әдебиет арқылы көшуіне біздің кімдер үлес қосқан? Жыраулар. Ендеше жырау дегеніміз не? Қазір біз өтіп жатырмыз, кәне айтамын жырау дегеніміз не? Жырау қазақтың көне дәуірде келе жатқан ақынды жыршылық дәстүрінің өкілі. Дұрыс айтасың. Жырау дегеніміз қазақ халқының көне дәуірде жырлап келе жатқан, мұңын жырлаған, ауыз әдебиеті жырлаған арқылы көрсеткен өкілін кім деп атаймыз? Жырау. Тамаша. Келесі, ал қандай жыраулардан өзіңді білеміз? Кәне, біз қандай жыраулар білеміз? Кәне. Сүйінбай Арғын. Дұрыс айтасың. Сүйінбай Арғын. Жендет жырау. Оспанбет. Керемет. Қазтуған. Бала, ендеше сол жыраулардың кішкене жыраудан өзіңді оқып жіберейікші. Кәне Мағжан, завтрақтан бір жырауда өзіңді оқып жіберші. Кішкене ғана шумақ отырады. Кәне? Заман, заман өткен заман. Шакен замандар ел болды. Өте алмай билігін ниетіне қазақтың жұмақ дәуірі ет болды. Кішкене оқыны. Ал енді осы жыраулар біздің жан жаққа көрші нелерге туыстарға не барады? Астарға бұл қай жырауда айтылған? Сүйінбай Арғынында. Кәне айтшы берші, кәне айта ғой бұл. Не дейді? Кім деген қағаз береді? Қырғыз жерінде ыстық көл кәне жүрші уақыттарын айтып жібереміз. Кәне қатағанмен айтып жыраудың. Ал Сүйінбай тоқтат сөзіңді, ақынмын деп ойлайсың, мен тұрғанда өзіңді. Ақынмен не ойлайсың, мен тұрғанда өзіңді. Сасы ағаш кезесті, бастан өлең жаудырып, бір қолайын кезімді. Аузына қатаған неге жауап береді? Жырауы қай елдің жырауы? Қырғыз елдің жырауы. Ассалаумағалейкум, сәлем бердік. Мөбірәр жүздеріңізді жаңа көрдік. Атақты ас жиынды құттықтауға бауырлас қырғыз елі сәлем бердік. Жүйріктер қосылмаған қою шаңға, қосыла қыран бүркіт қаштананға, хан жансай қара бете әдетіне, келер екі амандаса орман ханға. Біздің айтып тұрған осы жырауларымыздың бәрін бізге ауыз әдебиеті арқылы жеткізген жырау. Жырау оның бәрін ескі әлеуметтік сол кездегі ғасырдағы дәуірлердегі халықтың әлеуметтік жағдайын, тағы мұң-мұқтажын, сол кездегі зарын не арқылы жеткізген? Арқылы ауыз әдебиеті арқылы жеткізген. Онда келесі сабақта Лиза апайлардың жалғастырады. Енді сабағымыз бастамас бұрын бағалау. Домбыраны білесіңдер болдар, осы домбыра арқылы өздерің бағалап отырасың сабақтың басынан аяғына дейін. Иә ма? Балалар, қазір топтық тапсырма бастаймыз. Топтық тапсырманы бастамас бұрын есімдерге бұхар жауды айтты ғой, бұхар жау Абылай ханның кеңесшісі болған,
Онан кейін Ақтанберді Сарыұлы. Ол да 18 ғасырларда Шығыс Қазақстан облысына дүниеге келген. Ақтанберді жоңғарларға қарсы шайқаста батырлығымен де, сөз сүйреуімен де, ерлігімен де көзге түскен. Бұхар жаудың әкесі Қалқаманның өзі батыр болған кезінде Абылайдың кеңесшісі болған Бұхар жау батырлығымен де көзге түскен. Онан кейін Тәттіқара мен Үмбетей. Тәттіқара мен Үмбетей де осы Бұхар жауы сияқты атақты жаулар болып есептелген. 18 ғасырдың аяғы, 19 ғасырдың басында өмір сүрген. Жаңа айтқан Үмбетей мысалға кімге, Абылай ханға Қанжығалы бөгемел деп тұр олар, нәсінер қоя, сол қайтыс болған кезде соның жаңаға қайтыс болған туралы ескертеді. Бағанадан бері айтып жатырмыз, жыр жыраулар барлығын. Енді кітапты ашамыз, матнмен жұмыс жасаймыз, 44-ші бетті ашамыз, кәні 44-ші бетті ашамыз. Міне көрдіңдер ғой, 18 ғасырда халық ауыз әдебиеті. Осыған байланысты топтық жұмысымыз бастаймыз балдар. Бірінші топқа тапсырма Бұхар мен Ақтанберді туралы қорғаймыз. Екінші топқа тапсырма Тәттіқара мен Үмбетей. Енді олардың қай кезде өмір сүрді, негізгі қозғаған тақырыбы қандай тақырыпта жырлады. Онан кейінгі бұл неге тарихи дерек көзі болып есептеледі. Осылар туралы топтық тапсырманы бастаймыз. Топтық жұмысымызды бастаймыз бауыр. Топтық жұмысымызды бастаймыз. 5 минут уақыт беремін. Маған жақсырасыңдар маған жақсы тез. 5 минут уақыт беремін бауыр. 5 минут уақыттың ішінде қорғаймыз. Айттым ғой жаңа. Бірінші топтікі Бұхар жауы мен Ақтанберді. Екінші топтікі Тәттіқара мен Үмбетей. Бәкін, кітаптағы мәтінмен жұмыс жасаймыз балдар. Оқулықта бар 44-ші бетті ашамыз. Мәтінмен жұмыс жасаймыз. Осалы қылып қорғаймыз. Топтық жұмысымыз. Павлодар облысында дүниеге келген. Кім Ақтанберді Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Олардың барлығын жазамыз. Тәттіқара мен Үмбетей. Бұған жерді жазылды ма? Тезет жағына. Бесін уақыт берем болғат. Яғынға жазылысындар ма? Неге фломастермен жазайсыңдар? Неге ручкамен жазасыңдар? Фломастермен ешкімдер түсіндіреді. Қысқа жазыңдар да сосын мағлұматты өзі бересіңдер ғой. Ема? Қысқа жазыңдар да сосын мағлұматты толық өзі бересіңдер.
Абылайдың кеңесі Өмір сүрген жылдары 1668-1781 жылы Қарағанды облысында Бұқар жырау деген ауданында дүниеге келген. Негізгі қозғаған тақырыбы ел бірлігі, ынтымақтастық, жерді қорғау, болашақты болжау. Неліктен бұл жыраудың шығармаларында тарихи дереккөз болып саналады? Ол Абылайхан дәуіріндегі оқиғаларды көзімен көріп, сол туралы толғауларды шығарып суреттеген. Өте жақсы. Ақтамберлер өмір сүрген жылдар жері 1675 жылы, 1768 жылы. Өмір сүрген жері Түркістан, Шымкент. Негізі қосалған тақырыбы жоңғарларға қарсы. Қарсы күрес туралы, иә? Негізінен бұл жыраулар шығармалар тарихының дерек көзі болып саналды. Қазақтың көрнекті жырауы батыр, ел қорғаған. Сол себепті, иә? Өте жақсы, иә? Балалар, өте жақсы. Нәзірге қыстырып қоямыз. Бірінші топ өте жақсы. Нәзірге қыстырамыз. Екінші топ шығамыз. Ең бірінші кестемен жұмыс бізде бірінші жыраулардың өмір сүрген жылдары тактығары 1705-1780 жылы, 1735 жылы дейін 1780 жылы дүниеге қайтқан. Ол оңтүстік Қазақстанда Тыңдаймыз. Сыр бойы деп аталады. Иә. Тыңдаймыз. 1706-1780 жылдары ақын жыр сыр бойы қазір Қызылорда аумағында дүниеге келген. Негізгі қозғаған тақырыптары Тәттіқара жоңғарларға қарсы күрес туралы жырлаған, ал үмбетей халықтың мұңдары туралы жырлаған. Негізінен бұл жыраулардың шығармашылығының тарихы дерек көзі болып саналады. Бөгенбай қазасын естірткен. Бөгенбай қазасын кімге естіртті? Абылайханға. Абылайханға естіртті. Ол тарихи дерек көз болып есептеледі, иә? Өте жақсы, иә, балалар, иә? Яғни, екі топтың балалар өте жақсы не қылды. Мен жаңа домбыра бердім ғой балалар сендерге бағалауға. Сонда әрқайсымыз екі балдан жоғары көтереміз. Енді қара, біз жаңа топтық жұмыста балалар дескриптор бойынша не қылдық па? 18-ші ғасырда ақындардың өмір сүрген жылдарды анықтадық па? Анықтадық. Ақын шығармалар тарихи оқиғалар туралы айттық па? Айттық. Ақын шығармалар негізгі идеяларды талдадық па? Талдадық. Тарихи дерек көзі есебіндегі құндылықтарды айттық па балалар? Айттық, иә? Өте жақсы. Тек отырамыз. Келесі. Балалар, мына кісіні танимыз ба? Танимыз ба? Кім бұл? Бұл айтылған. Кім? Танимыз ба? Кім? Біздің ауылдан шыққан жырау кім еді? Кім деп айтамыз? Берік Саймағамбетов, иә? Біз бағанағы жыраулар туралы айттық қой,
ғой, иә? 18 ғасырда. Сонда сол біздің жыраулық өнеріміз не қалды? Әлі де сақталып келе жатыр бізде, иә? Сол себепті серпілу сәті есебінде осы Берік ағамыздың жырын тыңдаймыз. платформасы арқылы тапсырманы орындаймыз. Бірінші қағаз жүзінде таратып беремін. Сол бойынша әрқайсысын белгілейсіңдер да, сосын мына тексереміз жауабы, не ма? Не? Платформасы арқылы. Қайсысын білесің сен? Мен барлығын сен белгілесің. Иә. Болды ба? Тағы біздер болды. Тексереміз қазір жұмыста. Белгілеп болдыңдар ма? Oldu mu? Olduk ba? Onda salыстырмалы түрде қараймыз балдар. Ya? Сол бойынша бағалаймыз değil mi? Al, басталды. Сегіз, Ердің татулығы ынтымағы Ya, üçüncü burası oldu ya. Сонда бірінші топқа қарағанда екінші топ не болды? Өте жақсы белсенді ойнады, иә? Отырамыз. Балалар жаңа ойын
қой. Енді келесі тапсырма, жұптық тапсырма. Мына жерде суретте не берілген? Мынау шежіре. Мынау наурыз мерекесі. Мынау көже. Мынау қымыз. Осылар не келеді? Бір-бірімізге жұптасып жұмыс жасаймыз. Тез тұтасамыз бір-бірімізге. Мен сендерге таратып бердім алдарыңда. Тұр. Қане, тұтасамыз. Сенікі не? Шежіре екеуін жазасың. Шежіре екеуін жазамыз. Екеуін жазамыз. Сен не беріп тұр? Жетатам білесің ба? Жетатам айтамыз. Сендерде не тұр сендер? Жетатамды білесің ба? Ей, жақын жетатамды білесің ба? Білесің ба? Білесіңдер ғой, я? Сендерді қандай? Наурыз мерекесі сіздерді айтамыз. Наурыз мерекесі. Екеуін білесің. Наурыз мерекесі туралы айтасыңдар. Болыңдар ма? Айта ғой. Сендерді қандай? Қымыз бұрыны қазақтың қайсынан ішінде? той, ертеге келе жатқан той жасаймыз да. Көбінесе дәстүрлі той ол ашыған қымызбен жасалатын той, иә? Бие төлдеп, бие байланғаннан кейін алғашқы ашыған кезде дайын болатын кезде той жасалатын. Өте жақсы. Не қолдан қоя тұрмын. Я, сендерді қандай? Я, ұстайды беруім. Уыз көже. Уыз көже қайсы суретке? Уыз көже қайсысы? Я, Уыз көже мал төлдеген кезде, яғни көктемде жаңа сауылған сүттен жасалады. Және ол қою және пайдалы болады. Және одан жасалған көже де тойымдырақ болады. не қолдан дұрыстан екеніміз қолдан. Сендерді қандай? Наурыз, иә? Наурыз мерекесінде жыл сайын тойланады. Наурыз мерекесінде наурыз көже жасалынады. Иә. Наурыз көжеде Иә. қазақтың ұлттық киімдері бар. Иә. Ерсұлтан, екінші Қайрат, үшінші Әнис, төртінші Нұрбай, бесінші Құлыбай, алтыншы Раманқұл, жетінші Наша. Өте жақсы. Не қолдан қоямыз, иә? Атамыз Алаштың баласы, қазақтың баласы, үш баласы бар. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Ұлы жүз Ағарыз, орта жүз Бегарыз, кіші жүз Таймарыз. Не қолдан қоямыз. Иә. Бізге берілген тапсырма Жетата. Менің Жетатағын Ерлан, Әнис, Нұрбай, Раманқұл, Наша, Аман. Өте жақсы. Ақтан айтшы, ақтан, жетатамын. Айтамын. Айтсай. Мағжан. Жетатаға Мағжан кім той? Папаңнан бастайсың. Жақын. Әнис, Нұрбай, Наша, Раманқұл, Аман, Құлыбай. Дұрыс, иә? Дұрыс, иә? Сен жетатамын білесің ба? Тереңге сақтасып ақтадық па? Иә, ақтадық. Дәстүрдің мағынасын сипаттадық па? Сипаттадық. Дәстүрдің тәрбиелік мәнін түсіндік па балалар? Түсіндік, иә? Енді келесі. Бірінші топ, екінші топ, жақсы. Келесі. Яқын алады башысын. Келесі. Келесі.
келесі. Дұрыс. Келесі баған. Шешен халқы өзінің ойын пікірін сөз кездесуіне қалып салып көркемдеп әнелі бейнелерді жеткізеді. Дұрыс емес. Оғланды батыр қозы көрпеш баясының құс жүрек сияқты ғажайып жыр дастандары, сондай-ақ тағы да басқа керемет туындылар жарыққа шықты. Жолшы хан, Асқақ Бұлақ, Адай, 30 ғасыр, 9-ші толқын, 20-ші ғасыр, кісен ашық, 9-ші ғасыр. Бұл бір жауабы. Келесі. Ресей империясының әртүрлі провинцияларына саяхат еңбегінде қазақтың музыкалық аспабы қобыз туралы айтты. Адам малмен ішіргеп, кейінде ол үшін мал өз тыныштығын да бағалады. Қырғыздарды, қазақтарды амандасуды, мал жан аман ба деген сөздерден басталады деп айтқан далалық тұрмыстың бірлігі Шоқан Уәлихан. Ағаштан киіз үйдің негізін жасайтын шеберлерді қалай атайды? Үйші. Темір өңдеумен айналысатын мамандарды далалықтар атады. Дұрыс па? Есен сырға шолпы, жүзауқа, сақина, қаптырма, шабау секілді бұйымдарды жасады. Қазақ зергерлері сәнді әшекейлерді әзірледі, нақыштады. Киізден немесе кілемдер төселді деп қазақтардың тез үйіндегі кілемдер туралы айтты. Бұл жүйемен жасалған киізден бөлек жіп тез иіреді. Оларды түрлі түске бояп ұзын маталы тоқиды. Бұндай тоқымалар кілем орнына алынды. Кемелі арбаның жолын үйдің қоршаған аяуларға және оларға жұмылдырып құруға қолданады деп жазады. Көшмелердің негізгі ойын түрі аталады. Қазақ халқының ою-өрнектерінде көп білдіреді. Қырғыз қайсақтарының қысы жазда бірдей тұра беретін бірден-бірі баспасы киіз үй болып табылады. Киіз үй адамның қашаннан бері ойлап тапқан ең ғажайып практикалық өнертабысының бірі екендігінде дау жоқ деп айтқан негізі ғалым фон Шварц. Бір сырмен киіз үй ауқатты қырғызды қазақтың үйі еді. Олар дейтінім оның есіктеріне әдемі ойма сурет салынған. Үйдің ішінде қабырғаларды жағалай сандықтар
Олардың іші шапандар, аңдардың терісінен тігілген басқа да киімге толы. Танытқан киімдермен жабылған жерге де түсірген қабырғаға мылтық, найза, соғыс саудалары садақ оғы, аты ат сайман тағы басқа ілініп қойылған деп жазды. Дұрыс иә? Сонымен қорытындылау мақсатында біз енді жаңа тестке жақсы жауап бердік қой иә? 2 балл жұмыстамыз домбыраны. Сосын неше балл жинағандарын айтасыңдар? 10 жинадым. Апай, мен сұраққа жауап беремін. Неше балл жинадың сен? 10. Сен неше жинадың? Нұрсая? 5 балл жинадың иә? 5 балл жинадың. Сен қанша жинадың? Сен қанша? 10 балл жинадың. Сен қанша жинадың? 10 балл жинадың. Сен қанша жинадың? 10 балл жақсы. Өте жақсы. Бүгінгі сабақ бойынша Кәусар, Кәусар, Аяна, Нұрмаш, Димаш, Жарқын, Інжу өте жақсы. Нұрсаят, Мағжан жақсы деп бағалаймыз. Енді келіп айтармыз. Бүгінгі сабақтан нені түсіндім? Қандай сұрақты түсінбедім? Түсінбедім. Иә, қандай сұрағыма түсіндім. Соған жауабына қойыңыз. Кеш жазамыз. Иә. Не түсіндің? Иә, қане оқышы. Оқы. Мен алаш атамызды түсініп сосын 300-дің ұлы жүзбен орташа сосын кіші жүз. Иә. Сен ше жатың. Мен жырды түсініп, жыршыларды түсініп, Абылай ханның қолы астында екенбіз. Қане. Мен жарды түсіндім, жырды түсіндім. Иә. Мен бүгін жырны түсіндім. Маған бүгін керемет болды. Жет адамды түсіндім. Мен бүгінгі сабақта уыз көже не екенін түсіндім. Мен бүгінгі сабақта жыр дегенде, жыршы дегенде соларды түсіндім. Бүгінгі сабақ қызықты болды және маған ұнады. Сабақты жақсы түсіндім. Маған сабақ ұнады. Және көп мәлімет алдым. Лиза апай мен Сатана апайға көп рахмет алғысым шексіз. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйден жыраулар туралы эссе жазып келеміз.